Елімізде қызмет ететін діни бірлестіктердің саны 1500-ге қысқарды. Бұл өткен жылы болған қайта тіркеу нәтижесі. Ал сүзгіден өтпегендер мүшелері тым аз және жұмыстары күмәнді ұйымдар. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференцияда Дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат-Лама Шариф мәлімдеді. Оның айтуынша, діни сенім бостандығы қағидатын дәріптеу арқылы елімізге дін атын жамылған экстремизм мен терроризмнің еніп кетуінен сақтанамыз. Жалпы Қазақстанда қызмет ететін 46 конфессияның 17-сі ғана заңды деп танылған. Діни сенім бостандығы мәселесі көп конфессиялық мемлекет саналатын Қазақстан үшін әрдайым маңызды болып қала бермек. Міне, соңғы 20 жылдың ішінде Қазақстан дін саласында демократиялық негіздерді бекіту жолындағы өзінің жеткен жетістіктерін мақтанады. Қазақстанның діни қызмет және діни бірлестіктер заң жобасы өте жақсы жазылған, әсіресе азаматтардың діни сенім бостандығына үлкен мән беруі бізді қуантады.